Ассаламу алейкум. Мен Атаниязова Гүлшат Сейтниязовна. Қарақалпақ әдебиеті сабақлығы. Бүгінгі тема Сейфулғабит Мажитовтың ният болысқа, жасыларға, қыз келіншектерге қосқылары. Сейфулғабит Мажитов 1869-1938 жылдары жасаған жадичі, ағартушы. Сейфулғабит Мажитов хақында әдебиеттанушы Қырықбай Байниязовтың пікірін келтірсек, Сейфулғабит Мажитов жадичи ұсулда оқытатығын мектебі, жазған сабақлықлары, қосқылары һәм гүрдіңлері, сахнаға қойылған пьесалар арқалы халықтың кең қатламына ағартушылық идеялы таратты, және ілімі, мәдениеті рауажланған елдерден үлгі алуға шақырды. Шайырдың өмірі туралы 20 әсір Қарақалпақ әдебиетінің басылаушыларының бірі Сейфулғабит Мажитов 1869 жылы Казань губерниясының Арша районы Ортем ауылында туылады. Сейфулғабиттің әкесі Мажит Абылзакип ұлы 1877 жылы дәслеп Қазақстанның Ақтөбе қаласына, соңынан каруаларға ілесіп Қарақалпақстанның Қоңырат қаласына көшіп келеді. Енді жасылайынан зейінлі һәм ілгір Сейфулғабит отырықшы Қарақалпақ халқының тілін, әдебиетін һәм мәдениетін жақыннан үйрене баслайды. Бұл жерде Сейфулғабит Мажиттің сабақлықлары, яғни бұл жерде егеделер сауаты кітап 1925 жыл Ташкент қаласында басылып шығады. Бұл араб графикасында жазылған болып, кейінгі кітабы, оқу кітабы 1925 жыл Ташкент қаласында басылып шыққан. Бұл да араб графикасында басылып шығады. Қабарыңыз бар, 1924 жылдан 1928 жылға шеке сол халық араб графикасында, бірақ тіл Қарақалпақ тілінде біліп алған. Онан кейінгі кітабы болса, Қарақалпақ әліппесі кітабы шығады, 1929 жылы Төрткүлде баспадан шығады. Бұл латын графикасында жазылған бірінші сабақлық Сейфулғабит Мажитов тарапынан шығылған. Бұл себебі 1924 жылы араб графикасында білім алған болса жасылар, 1928 жылдан басылап латын графикасында білім алады. Һәм бұл латын графика сол 1928 жылдан басылап 1940 жылға шекем сол араб латын графикасында білім алады да, ал 1940 жылдан 1994 жылға шекем Кирилл графикасында білім алады. Сейфулғабит Мажитов 1920 жылдары Қоңырат районлық атқару комитетінің хатгері, районлық халық білімлендіру бөлімінің басшылығы, бірқанша жылдар Еркін Қарақалпақ газетасының жауаплы хатгері лауазымдарында істейді. Ол соңғы жылдары Қыпшақта су қожалығы тарауында 1934 жылы Төрткүлде өлкетану музейінде де қызмет атқарады. 1938 жылы жазықсыздан жазаланып, репрессияға ұшырап құрбан болады. Сейфулғабит Мажитов поэзия тарауында да өз үлесін қосқан. Сейфулғабит Мажитов поэзия тарауында бірқатар шығармалар бар. Олар әліппе 1925 жыл шыққан, оқу кітабы 1925 жыл шыққан, егеделер сауаты 1925 жыл шыққан оқу сабақлықларын дөреткен. Сондай-ақ шайыр сипатында Қарақалпақ әдебиетінің жиынтығы топламында 1928 жылы һәмде таңламалы шығармаларында 1965 жылы сол қосқылары орын алған. Соңғы жылдар шайырдың Ата менен бала деген гүрріңлер топламы да һәм шығармалары қайтадан таярланып басылып шығады. Бұл жерде жазушы сипатында дүрутушілік етеді. Сондай-ақ Сейфулғабит Мажитов драматург сипатында да, драматургия тарауында да қалем тербетеді. Оның соңғы селтең, сабақ, жігіт болдық, Ерназар Алакөз, Бағдагүл, Гүлім Тайман сияқлы драмаларын жазады. Һәмде Қарақалпақ драматургиясына өз үлесін қосады. Жазушының Құлмұрат, 19, Сүйін һәм Сара романдары қолжазба түрінде қалып кетеді. Ол Қарақалпақ әдебиетінде дәслепкі прозалық шығармаларды басылаушылардың бірі. Гүрріңлерінде әдеп крамлық мәселелері, өнер үйренуге, оқып білім алуға, жас үлкенді құрмет етуге шақыру сияқты тәрбиялық мәселелерді сөз етеді. Бағдагүл драмасы хақында айтып өтсек, бұл пьеса 1934 жылы жазылып, 1935 жылы театр сахналарына қойылады.
Бағдагүл драмасының идеялық мазмұнында 1916-1919 жылдардағы Қарақалпақ ауылдарының біріндегі халықтың жасау жағдайы, бірін-бірі жақсы көрген жастардың мұхаббат һәм бас еркілігін қорғауға ұмтылуы, олардың заман теңсіздігінен елді басқарған айрым бай һәм болысылардың зорлық-зомбылықтарынан азап шегіп, ұзақ айралыққа душар болған тұрмыс уақиялары текарында сөз етіледі. Драмалық шығарманың жетіскелігі сонда драматург өткендегі заман теңсізлігін, хаял қызларымыздың еріксіз тағдырын, жастардың мұхаббат еркілігін қорғауға ұмтылуын, әдеп икрамлық һәм шаңырақ мәселелері атрапында шебер жәмлей алады. Хабарымыз бар. Қарақалпақ әдебиятында, халық ауызекі әдебиятында да хаял қызларымызды жүдә көклерге көтеріп суретлеген. Яғни хаял қызларымыздың өзі теңеслеріменен бір жүруі, ер адамлармен бір қатарда тұруы, мысалы дасталарда да келтірілген. Сондай-ақ бұл ағартушылық ісілерінде де сол білім алып басылаған уақытларда да, хәтта сахналарда да біріншілерден сол хаял қызлар образлары жаратыла басылаған. Сейфулла Мәжитовтың поэзияларын талдаймыз. Шайыр 1907 жылы жазған ният болысқа деп аталған дәслепкі қосығында ағартушылық ой пікірлердің иесі екенлігі сезіліп тұрады. Екінші шайырдың бұл өтінішін ният болыс өз уақытында інабатқа алмайды. Қосықта шайыр өз тынышсызлануын былай білдіреді. Шымбайдың жері кең, суы пәруан, лекін білімнен жоқ еш наму нышан. 20 мың үй, 120 мың жан, бір мектеп жоқ оқып сабақ алмаға деп келтіреді. Яғни бұл жерде болысқа өз ұсынысын келтіреді. Сол Шымбай жерінде жері кең екені, халқы абадан жасап жатыр еғанылығы екені, бірақ та білім алу керек екенлігі, білімге басылау керек екенлігі сол ният болысқа арнап, ният болысқа деген қосығында келтіреді. Мысалы, уәлият ағасы ният болыс, бір арзым бар нәзеріңе салмаға, дұғымды ел жолға басылар һәм мені, біздер абырай менен пәнді шаманы. Жолдан шығып қисық кеткен нешені, сіз дарғасыз туры жолға салмаға. Шымбайдың жері кең, суы пәруан, лекін білімнен жоқ еш наму нышан. 20 мың үй, 20 мың жан, бір мектеп жоқ оқып білім алмаға. Кедей елді туры жолға салмаға, оқып білім өнер алмаса деп келтіреді. Һәм ният болыстың өзінің ол жердегі халықтың арасында абырайын да келтіріп өтеді. Яғни сіз дарғасыз деп айтады. Егер ол туыры жолға салатұғын, қисық кеткелерді туыры жолға салатұғын дарғасыз, сіз басқаруыңыз керек, туыры жолға салуыңыз керек, халыққа білімлі етуіңіз керек деген бұл ният болысқа қосығында да сол ел басшыларына болған сол ұсынысларын келтіріп өтеді. Кейінгі қосығы жастарға деген қосығында қараңғы түнді жандырған елдің сіз шырағы жастар, тәбиат һәм пұрсат беріп адам қылар шағы жастар. Ықтияр бар қолыңызда, пұрсат тұрсын ядыңызда, көрсетейік алдыңызда сөздің мынау хағы жастар. Жүре алмадың болып дархан, еркін сүре алмадың дәуран, алдында кезеулі тұрған наданлықтың оғы жастар. Оқ кезеулі ұсынып тұр, сен болжаудың шарасын көр, жұрт жолыңа қарап отыр, тұр үлкен құлағы жастар. Яғни бұл жерде жастарға арнап ол кезлері ол ағартушылықпенен шұғыланып атырыпты, ол балаларға, жастарға білім беріп атырыпты, мектеп сабақлықларды түзіп атырыпты. Һәме жастарға шақырық есабында осы жастарға деген қосығын жазады. Бұл халықтың арасында тез тарап кетеді, жастарға пәнді насихат шақырық сыпатында. Һәм бұл қосығында сол жастарға арнап, жастарды білімлі болу керек екенлігі, ватанның һәм де өздердің келешегі өздерінің қолында екенлігі, білімлі жастардың қолында екенлігін ақыл насихат формасында айтып өтеді. Бұл қосығы арқалы сол дәуір үшін қаншелік ахметлі болса, қазіргі дәуір үшін де бұл жастарға қосығы көркемлігі жағынан да, һәм де сол патриотлық сезімі жағынан да, һәм сол нама, тариф, һәм де сол шақырық темасында болу жағынан да жүдә ахметлі болып табылады. Кейінгі қосығы қыз келіншектерге. Қарындаслар, оян серпіп көрпеңді. Енді оян басаң, кешке қаларсаң, ешкім тоқтата алмас бұл жолда сені. Қазір оян басаң, кешке қаларсаң. Ішінде толған дәрт болып ең қара қапа,
Не күлер өткердің көрдім көп жапа, қуанып еркіңді ал, сүр зауқы сапа, тезірек ұмтылмасаң, кешке қаларсаң. Жоқ еді басыңда бұрын ықтияр, тұтқыннан шығуға болмады мәдар. Азатлық күн туды, тоқтатар кім бар, өзің шық тезірек, кешке қаларсаң. Ардақлы апалар арманда кетті, қайғыдан сарғайып өмірі өтті, малға сатпас, қартқа бермес күн жетті, ал өз құқыңды кешке қаларсаң. Тұтқын едің қапестегі бүлбүлдей, уақытың жетпей солдың саяда гүлдей, күшің көзіңе жетіп зар жылап бірдей, түргел жасыңды сүрт кешке қаларсаң. Бұл қыз келіншектері қосығы да сол ағартушылық, яғни хаял қызлардың теңлігі хақында, сол заманлардағыда хаял қызларға білім ал, өзіңді тап, өмірде өзіңнің орныңды тап деген мәністе. Әмде ол біріншілерден болып сол хаял қызлардың, сол дәуірдегі хаял қызлардың ватан алдында да өмірдедегі өзінің орны үлкен екенлігін көрсетеді. Яғни қосық дауамында олар қызлар келешектегі мысалы аналар сол жас әулетті да халықты да білімлі, ақыллы, дана ету үшін һәм инсаниятқа пайдасы тигізу үшін сол қыз келіншектердің білімлі болу үшін, яғни оян дегені сол таза санаға өту керектілігін келтіріп өтеді. Һәм де бұл қыз келіншектерге қосығы алдыңғы Бердақ Қарғабайұлының қосығы менен үлес. Мысалы Бердақ Қарғабайұлының қосықларында да сол келінге арнап жазған қосығында сол яғни қыз келіншектердің оянуы, қыз келіншектерінің өз теңлігін, өз білімін асыру керек екендігі хақында да айтылған еді. Сол бүгінгі темамыз Сейфулғабит Мажитовтың қосықларын талдау еді. Һәм де бұл қосықларды толық вариантын оқып шығуды мәслихат етемін. Соның менен бүгінгі темамыз жұмақланды.